Сәлем, достар. Бүгін біз адам ағзасы туралы көпшілік біле бермейтін, бірақ өте қызық әрі ғылыми негізі бар 5 таңғаларлық фактпен танысамыз. Адам жер бетіндегі ең күрделі тіршілік иесі. Оның дене құрылысы, ми қызметі, жүйке жүйесі мен эмоциялық реакциялары әлі күнге дейін ғалымдарды таң қалдыруын жалғастырып келеді. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, бұл фактілер сізді қаншалықты таң қалдырғанын пікірде жаза кетіңіз. Бір адам миы нағыз қуат орталығы. Адам миы орта есеппен 1,4 килограмм шамасында болса да, дененің жалпы массасының тек 2% ғана құрайды. Бірақ ол денедегі жалпы энергияның шамамен 20% тұтынады. Бұл дегеніміз, ми тыныш отырған кезде де белсенді жұмыс істейді. Ғалымдардың айтуынша, ми электрлік импульстар арқылы секундына жүздеген ақпарат алмасуды жүзеге асырады. Ол шамамен 20 ватт энергия жұмсайды, бұл кішкентай жарық шамының қуатына тең. Сонымен қатар адам миы шамамен 86 миллиард нейроннан тұрады, және әр нейрон өзге мыңдаған нейрондармен байланыс орнатылады. Бұл күрделі желі адамның ойлау, есте сақтау және шешім қабылдау қабілетінің негізі. Екі қан тамырлары ішкі әлемнің жолдары. Адам денесінде қан тамырларының жалпы ұзындығы шамамен 100 мың шақырымды құрайды. Бұл жер шарын 2,5 рет айналуға жеткілікті. Бұл қан тамырлары 3 негізгі түрге бөлінеді. Артериялар жүректен қан тасиды, вена жүрекке қайта тасиды, капиллярлар жолдарға өткен заттарды. Тамырлар жүйесінің кеңдігі ағзаның барлық бұрыш-бұрышына қан жетуін қамтамасыз етеді. Егер бір адамда қан айналымы бұзылса, бұл денсаулыққа қатты әсер етеді. Сондықтан жүрек қан тамырлары жүйесі біздің өмірлік қозғалтқышымыз. 3. Жақ сүйегі ең берік сүйек. Адам ағзасындағы ең мықты сүйек бұл төменгі жақ сүйегі. Жақ бұлшықеттері өте күшті, әсіресе шайнау кезінде үлкен қысым түсіреді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, адам шайнау кезінде тістеріне түсетін қысым 80-90 килограммға дейін жетуі мүмкін. Бұл кішкентай кірпішті оп-оңай сындыра алатындай күш. Сонымен қатар жақ сүйек адамның бет пішінін қалыптастырады және сөйлеу, тамақ жеу секілді маңызды процестерге қатысады. 4. Адам терісі ең ірі орган. Иә, дұрыс естідіңіз. Адам денесіндегі ең үлкен орган бұл тері. Орташа алғанда, ересек адамның терісі шамамен 2 шаршы метрді алып жатады және салмағы 3-4 килограммға дейін жетеді. Тері қорғаныш қабаты. Ол бізді микробтардан, ультракүлгін сәуледен, жарақаттардан қорғайды, дене температурасын реттейді және сезімталдық қызметін атқарады. Сонымен қатар терінің өзіндік микрофлорасы бар, бұл иммунитетпен тығыз байланысты. Терінің жаңару қабілеті де керемет, шамамен әрбір 28 күн сайын жаңа жасушалармен ауысып отырады. 5. Тілде саусақ ізі сияқты ерекше. Көпшілік саусақ ізінің ғана ерекше екенін біледі, алайда ғалымдар тілдің бедері де әр адамда жеке болатынын анықтаған. Тілдегі қатпарлар, шырышты қабаттың құрылымы және дәм сезу бүршіктерінің орналасуы ешкімге ұқсамайды. Бұл болашақта биометриялық қауіпсіздік жүйесінде тіл бедерін қолдануға болады дегенді білдіреді. Сонымен қатар тіл адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Дәм сезу, сөйлеу, шайнау мен жұтуда белсенді қызмет атқарады. Адамда орта есеппен 2008 мың аралығында дәм бүршігі болады, және олар қышқыл, тәтті, ащы, тұзды және умами дәмдерін ажыратады. Қорытынды. Адам ағзасы керемет күрделі әрі мінсіз жүйе. Ғылым әлі де оның көп сырын аша алған жоқ. Бұл видеодағы 5 факт соның кішкентай ғана бөлігі. Егер осындай қызықты ғылыми мәліметтер ұнайтын болса, лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз. Және пікірде қай факт сізге ерекше әсер етті, бөлісіп жазыңыз. Келесі видеода кездесейік.